Аудан әкімі Мұхит Отаршиев пен аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Мұстафа Сүлейменов 9 мамыр жеңіс күні мерекесі қарсаңында ауданымыздың тұрғыны Ұлы Отан соғысының ардагері Ишхонов Ермохонның үйіне арнайы барып, мерекемен құттықтады. Аудан басшысы ардагерге және оның отбасына амандық саулық тілеп, құттықтау қағазы мен арнайы сыйлықтарын табыстады. Ардагер облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев пен аудан әкімі Мұхит Отаршиевтің атынан алғыс хатпен марапатталды. Сондай-ақ аудан басшысы ардагерге сыйлық ретінде мұздатқыш табыстады. Айтып өту керек, мұнан бөлек соғыс ардагерінің есеп шотына 1 миллион теңге аударылған. Осы көкеміздің арқасында, осы қазіргі бақытты болашақ сүріп жатқанымыз осы көкелеріміздің арқасында ғой. Сол себепті облыс әкімі арнайы хатын сізге жолдап отыр. Соны сізге тапсыруға рұқсат беріңіз, көке. Бар жақсылық тілейміз, деніңіз сау болсын. Аман сен болыңыздар. Ардагер құрмет көрсетуге келген қонақтарды қуана қарсы алып, өзінің майдан даласындағы кешкен қиыншылықтарынан сыр шертіп, қан майдандағы шайқастарын, қарулас достарын, соғыс таласындағы ерліктерін әңгімелеп берді. Сөз соңында жас ұрпаққа бейбіт өмір мен амандық тілеп, алғысын айтып, ақ батасын берді. Аудан басшымыз оғылымыздың өмір жасы ұзақ болсын. Бір ғана аудан басы емес, барша басшыларымыздың дені сау болсын. Басшылардың барша кәтті күлді алымлар, профессор мамандардың дені сау болсын. Барлығымыздың дендерін сау болып, ойнап көріп, бақытты жүрулеріңді Алла нәсіп айласын. Ардагер 1923 жылы 1 қаңтарда Ташкент облысы Калинин ауданында дүниеге келген. 1942 жылы 5 мамырда әскер қатарына шақырылып, соғысқа аттанған. Жасаған ерліктері үшін көптеген медальдармен марапатталған. Ардагер бүгінде 4 ұл мен 3 қыздан 33 немере, 49 шөбере, 6 шөпшек сүйіп отыр. Айта кетейік, Ермохан Ишханов ауданымыздағы қалған жалғыз Ұлы Отан соғысының ардагері. Хуснидин Хасанұлы, Ерлан Сәрсенбеков, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.